Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. My dear students, so welcome to English class. Ағылшын тілі сабағына қош келдіңіз. Алдыңғы сабақта бізде түбе етістігі жайлы болатын. Бүгін сол түбе етістігін қосымша өтетін боламыз тағы да. Сонымен қатар тақырыбымыз subject pronouns және object pronouns. Pronouns деген жалпы есімдік деп аударылады. Яғни subject pronouns, object pronouns, қазақ тіліндегі есімдіктер бар ғой, соны ағылшын тілінде pronouns деп аталады. Ал енді мұнда жүктеу есімдігі, ал мұнда жаңағы септелген, септік есімдігі. Мұнда қарасаңыздар, I, мен, he, ол, she, ол, it, ол заттарға, жануарларға айтылады. You, сен, сіздер, сендер деп аударылады. We, біз, they, олар. Енді маған деп айтатын болсаңыз, me, оған, him, her, оған, you, сендерге, сені, us, бізге, them, оларға деп аударылады. Мұнда қарасаңыздар, I, жаңағы айтып өткендей, I, мен, you, сен, he, ол, she, ол, it, ол заттарға, we, біз, you, сендер, they, олар, me, маған, you, саған, him, оған, her, оған, it, оған, us, бізге, you, сендерге, оларға. Енді менің, my, менің атым деп айтатын болсаңыз, my name, your, сенің атың, your name, his, оның аты, his name, her name, оның заттарға, жануарларға, its, оның, our, біздің үй, our house, your, сенің, сіздің үйіңіз, your house, your car, their, үйі, their house, олардың үйі. Сабақта біз түбе етістігін өткен болатынбыз, тек қана affirmative, болымсы түрін ғана өткен болатынбыз. Бүгін соны толықтырамыз. Және interrogative сөйлемдермен. Қараңыздар, affirmative бұл болымды сөйлем. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are. Negative. Болымды сөйлем жасайтын болсақ, not етістігі келеді. Яғни, I am not. Мен Гаухар емеспін деп айтатын болсаңыз, I am not Гаухар. Сіз мұғалім емессіз. You are not a teacher. He is not Марат. Ол Марат емес. She is not Айдана. Ол Айдана емес. It is not dog. Бұл ит емес. We are not teachers. Біз мұғалім емеспіз. You are not teachers. Сіздер мұғалім емессіздер. Not teachers. Олар мұғалім емес. Сұрау сөйлем кезде барлық түбе етістіктің алдына шығып кетеді. Яғни, I am деп сөйлем құрайтын болсақ, сұрау сөйлем кезінде am I? Are you? Is he? Is she? It? Are we? Are you? Are they? Түбе етістіктері бірінші орынға шығып. Енді астына кішкене жаттығуларды орындайтын болсақ, мұнда упражнение exercise 1. Мұнда бірінші жаттығуда he-ден кейін is етістігі келеді. He is a good person.
Ол жақсы адам. I'den keyin үнемі it келеді. We'den keyin үнемі are жүреді. We көпше, яғни are етістігі көпше түрде болады. We are not ready. Біз дайын емеспіз. I'дан кейін үнемі am етістігі келеді. I am a doctor. Мен дәрігермін. I am a doctor. Mary is sad. Mary'дің көңіл күйі жоқ. Mary is sad. You'дан кейін үнемі are келеді. You are so beautiful. Сен сондай әдемісің. You are so beautiful. Mary and Jack. Mary and Jack. Екі адам тұрғандықтан, яғни көпше түрде ол кезде бізде are етістігі келеді. Mary and Jack are married. Puppy, күшік. Puppy. Жекеше түрде тұрғандықтан болады. The puppy is not dangerous. Күшік емес. Not келсе, яғни болымсыз сөйлемді қоямыз. Two girls are absent. Екі қыз жоқ. Two girls are absent. I am not busy. Менің қолым бос емес. I'm not busy. You are not alone. Сен жалғыз емессің. You are not alone. We'дан кейін are келеді. We are friends. Biz dostlarımız. We are friends. I'dan keyin үнемі am келеді. I am Андрей. Мен Андреймін. I am Гаухар. Мен Гаухармын. He is happy. Ол бақытты. He is happy. Мен бақыттымын. I am happy. Dostlarımız. We are friends. Are friends. Dostlarımız. I am a student. Men studentpin. I am a student. Men studentpin. They are on business trip. They are on business trip. Олар жұмыс бабымен. They are on business trip. It is broken. It is broken. Бұл сынып қалған. Үшінші жаттығуда сіздерге to be етістігін қойып, және де соны сұраулы сөйлемге айналдыру керексіздер. Мұнда жазамыз. She is. She'ден кейін үнемі is. She is a teacher. Ол мұғалім. Сұрақ қаратын болсақ, is етістігі алдына түседі. Яғни, is she a teacher? Ол мұғалім ба? Is she a teacher? Dogs angry. The dogs are angry. Қаратын болсақ, are алдына түседі. Яғни, are dogs angry? Are dogs angry? Shop is open. Дүкен ашық. Дүкен ашық па деп сұрайтын болсақ, is shop open? Is free. Бұл тегін. Бұл тегін ба? Is it? Тегін ба? Ол Лондонда. He is in London. Енді сұраққа айналдыратын болсақ, is етістігі түседі. He in London. Ол Лондонда ма? Is he in London? Яғни, құрметті қатысушылар, сөйлем жасаған кезде біз үнемі адамның кім екенін, күйін, көңіл күйін айтатын болсаңыздар, to be етістігі келеді. Сұраулы сөйлем кезінде етістігі алдына шығып кетеді. Is she a teacher? Are dogs angry? Is shop open? деген секілді. Енді мұнда қарасаңыздар. Her car
Оның машинасы жылдам. Her car is fast. Егер де оның машиналары дегенде car деген жанында s жазылған тұрса, cars болса, немесе are болады. Her cars are fast. Оның машиналары жылдам болады. Бірақ бұл жерде car, яғни жекеше түрде, ол кезде is болады. Is fast. Мен баламын. I am a boy. I am a boy. Apple, менің алмам қызыл. My apple is red. Менің алмам қызыл. It. Good idea. Бұл керемет ой. This is a pen. Бұл қалам. A pen, яғни бір жекеше түрде тұрған бір қалам екенін айтып тұр. This деген бұл жіктеу есімдігінің singular, яғни жекеше түрі. You are free. Senin kolun boş. You are free. Senin kolun boş. Şimdi мұнда 5-ші жаттығуда бізде болымсыз сөйлем жасау керекпіз. Яғни I'm an engineer. Мен инженермін. Болымсыз сөйлем жасайтын кезде I am яғни to be етістігінен кейін бізге not келу керек. I am not an engineer. Мен инженер емеспін. All, she is a doctor. Ол дәрігер емес. She is not a doctor. It is true. Бұл дұрыс. Дұрыс емес деп айтатын болса, it is not true болады. Бұл дұрыс емес. This is my hand. Мынау менің қолым. Мынау менің қолым емес. This is not my hand. Бейгістігінен кейін қойсаңыздар, сөзіміз болымсыз болып шыға келеді. I am sad. Менің көңіл күйім жоқ. Яғни менің көңіл күйім бар деп айтатын болсақ, not sad. Яғни мен мұңайып отырған жоқпын деген мағынада. He is from Moscow. Мәскеуден. Ол Мәскеуден емес болса, he is not from Moscow. Студенттер, қатысушылар, яғни бүгінгі сабақта бізде to be және де мынау есімдіктер жайлы болатын. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Тыңдарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, келесі сабақта көріскенше. See you. Goodbye.